Екінші халықаралық инвестициялық форум соңында облыс басшысы Ерік Сұлтанов пен Швецияның ауыл шаруашылық министрі жұмыс күнінің қорытындысын шығарды. Аталған шара барысында ауыл шаруашылық машина жасау мен өнімдерін өңдеу бойынша біршама келісімдер жасалған. Қытайдың Айцзю компаниясы Тайынша ауданындағы сұйық май шығаратын зауытта биыл тәуелсіздіктің 25 жылдығына ашуды көздеп отыр. Қытайлық инвестор аталған жобаға бас-аяғы $57 миллион қаржы құймақ. Жоба іске асса, өнімнің көп бөлігін Қытайға экспорттайды. Оған қоса компания сол ауданда бірлескен агроөнеркәсіп паркін құрастырмақ ниетте. Онда майлы және дәнді дақылдарды қайта өңдеу кластері, ет комбинаты, сүт зауыты мен комбикорм өндірісі жүзеге асырылады деп жоспарланған. Оған қоса 2020 жылы өңірде Қазақстан авиазауыты алғашқы ұшақтарды шығара бастамақ. Жоба сәтті іске асса, онда қазақстандық ұшақтар құрастырыла бастайды. Ал Шалақын ауданында салынып жатқан қант зауытының ашылуы ендігі жылға жоспарланған. Каждый проект, который у нас есть, он находится под обязательным контролем. Лично я раз в месяц встречаюсь с инвесторами, раз в 2 месяца. Айта кеткенжен, солтүстік Қазақстан облысы былтырғы жылдың қорытындысы бойынша инвестиция тарту көлемінен ең үздік өңір болған. Ал биылғы 8 жылда ғана 93 миллиард теңге инвестиция біздің өңірге тартылып отыр. Ал Швецияның ауыл шаруашылығы министрі Қазақстанда үлкен мүмкіндіктер ел деп атады. Өткен жұмыс істеймін дейтіндерге жол ашық. Ол сондай-ақ Швеция Қазақстан сияқты ауыл шаруашылығы дамыған ел болғандықтан өзінің отандас кәсіпкерлерінің солтүстік Қазақстан облысында жұмыс жасауға қызығушылығы оянды деген пікірде. Біздің сапарымыздың басты мақсаты өңірмен танысу, әріптестік орнату, орайы келсе келісімдерге келу, ауыл шаруашылығы, тау-кен өндірісі, ағаш өңдеу салаларында бірігіп жұмыс жасауға болады. Облыс жетекшісі инвесторлар үшін көлік-логистикалық ахуалдың да жақсарғаны маңызды деді. Осылайша Астана-Петропавл тасжолы толық пайдалануға беріліп, Қорған мен Екорта арасындағы тасжолдың жұмысы ендігі жылы аяқталады деп жоспарланған. Оған қоса болашақта Түмен мен Омбыға баратын жолдардың да жағдайын жақсарту ойда бар екенін жеткізді. Тағы бір жақсы жаңалық, Петропавл халықаралық әуежайы ашылады. Біз онда инвесторды тарттық. Ол 2,5 миллиард теңгені ұшуды ұйымдастыруға салады. Биыл Мәскеу, Алматы, Астанаға рейстер ашамыз. Алда Сочи мен Түркия еліне рейстерді ашу жоспарда. Өткен инвестициялық форум нәтижесі бойынша алдағы 3 жылда солтүстік Қазақстан облысына $460 миллион шетел қаржысы құйылады деп жоспарланып отыр.